айтып бер. Ал енді балалар, шығармашылық жұмысқа да жеттік. Дәптерлеріңізді ашыңыздар, бүгінгі күнді жазып, тақырыпты жазып, және дәйек сөзді жазып алуды ұмытпаңыздар, және жаттап алыңдар. Енді сендерге қазір бірінші тапсырманы беремін. Бұл жерде туған жерді қалайша көркейтуге болатыны туралы ойларыңды ортаға салып айтып беріңдер дейді. Ал кәне, әркім өз ойын жинақтап айтайық. Міне балалар, топпен ән айту айдарына да келіп жеттік. Бүгінгі сабағымызда көк тудың желбіреген атты әнді бәріміз қосыла шырқайық. Махаббат қайрат екеулеп шымырлатқан денені, көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Жан-жаққа тартпай қазағым, бір сөзге жинал дегені, көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Қиырда қалған қазақтың көзінің мөлдірегені, көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Отан әр адамның жүрегінде жылы түйір қасиетті сөз. Отан сенің туған елің, туған жерің, дос жарандарың, туған туысқандарың. Отан бұл өзіңнің тұратын, өмір сүретін, қызмет ететін жерің. Осы үлкен отанның ішінде әр адамның өзі туған, өзіне өте жақын ауылы, қаласы, көшесі бар. Әрбір адам үшін туған ел, туған жер әр уақытта да қымбат. Өйткені сен туған өлке саған алтын бесік атамекен болып саналады. Отан адам үшін біреу ғана.
отанды анаға теңейді. Себебі отан сендерді анаңдай қорғайды, көмектеседі, күш береді. Біз отанымызды, елімізді сүйеміз. Туған ел, туған жерсіз адамның күні жоқ. Балалар, бүгінгі сабақтан игерген жақсы қасиеттерді есімізге түсіріп, туған жер туралы жағымды әсерлеріміз бен сүйіспеншілігімізді жүрегімізге сақтап алайық. Үнемі жақсы ой ойлап, жақсы сөз сөйлеп, жақсы істер жасайық. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар.